Адамдар өмірде жетістікке жету үшін жақсы білім, қолайлы орта, ақша, таныс, кейде тіпті сәттіліктің болуы қажет деп жатады. Сіз осы пікірмен бүгінгі таңның жас буыны оқушы ретінде қаншалықты келісесіз? Ересек өмірде барынша жетістікке қол жеткізудің үлгісі ретінде кімді ұсынасыз? Қазіргі таңда қандай жандар жетістікке жете алады? Жетістікке жеткен, барлығына үлгі боларлық, нәзік те қайратты Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі Жақып әдеміні айта алар едім. Қалай сонда, қарапайым ауыл жеткіншегі мұндай көрсеткіштерге қалай жетті? Осындай оқушы болу үшін бізге не қажет? Мақсатқа жетелейтін арман, ал арманның кілті күнделікті еңбек. Әрине, мен қарапайым отбасынан шыққан, ешбір артықшылығы жоқ қазақтың қызымын. Ауыл мектебі қабырғасынан Назарбаев зияткерлік мектебіне келгенде, кейбір дүниелер тансық, орындалмайтын арман болып көрінетін. Мысалы, ағылшын тілінде еркін сөйлеу және сол тілде емтихандарды тапсыру маған өте қиын болып көрінетін. Рас па, ал бүгінгі жетістіктеріне қарасақ, олай дей алмас едік. Осындай қиындықтарды артқа тастап, зор жетістіктерге жетуіне немесе кімдер көмекке келді? Ата-анам үнемі рухани демеу жасады. Ең бастысы, жанашырда білікті ұстаздарым білімді алуға және ізденуге талаптандырды. Сонымен қатар, үнемі өзімді дамыту және қателіктермен жұмыс жасау үздіксіз талап менің жетекшім болды. Оқу процесі адамды жалықтырып жіберетін құпия емес. Сені аянбай еңбек етуге не шабыттандырды? Менің ойымда үнемі ата-анамның, жақын бауырларымның, ұстаздарымның, елімнің үмітін ақтауым керек деген пікір тұрды. Осы ой барлық оқушы үшін маңызды болғанын қалаймын. Бұл ой менің армандарымның мақсатқа, ал мақсаттарымның орындалуына өз септігін тигізді. Жақып әдемі, Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылының тумасы, қарапайым отбасының аяулы қызы. Қазіргі таңда Назарбаев университетінің 1-ші курс студенті. IELTS 7.0. Халықаралық SAT-1 емтиханнан 1550, SAT-2 емтиханнан 1510. СЭТ емтиханында химия, биология пәндері бойынша 47 балл жинаған. Әдемі, бір мезгілде бірнеше сабақтарды қалай жақсы оқуға болады? Еңбек деп жатырмыз. Еңбек нәтижелі болу үшін қарапайым жол бар ма? Әрине, сабақтың барлығы оңай және түсінікті болуы мүмкін емес жағдай. Көбіне мектеп қабырғасында сабақтан тыс уақыттарда мұғалімдерден кеңестер сұрауға, кітапханада сол уақытта ізденуге және күнімнің бір бөлігін жүйелі түрде арнауыма тура келді. Эйнштейннің өзі менің ешбір ерекше дарыным жоқ, тек кез келген нәрсеге қатты қызығушылықпен қараймын деген екен. Әдемі, өзіңнен кейінгі жас түлектерге қандай тілек айтар едің? Мағжан Жұмабаев атамыз қиын қыстау заманында көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін деп сенемен өлең жырларын жазып кеткен екен. Құрметті жастар, жас жеткіншектер, оқушылар. Қазір біз болашақтың іргесін қалаушылармыз. Сондықтан біз өз армандарымызға қол сермеуіміз қажет. Сендердің қолдарынан барлығы келеді.